Тыныштық табиғаттың ең әсем сәті. Мөлдір көл, таңғы тұман, су бетінде жүзіп жүрген аққулар. Бұл көрініс табиғаттың пәктігі мен сұлулығына белесі. Бұл Сәкен Сейфуллиннің «Аққудың айырылу» поэмасы. Поэма лирикалық шығарма. Онда табиғаттың бір ғана сәті арқылы терең ой тартылады. Тақырыбы табиғат сұлулығы мен махаббат және де адалдық. Идеясы табиғатты қорғау, сұлулықты бағалау, қатыгездікке қарсы тұру. Қос аққу бір-біріне жақын жүзіп бейбіт өмір сүреді. Олардың қозғалысы үнсіз махаббаттың тілі. Аққу тазалықтың, адал сезімнің, мәңгілік махаббаттың символы. Бұл тек тыныш әлем ұзаққа созылмайды. Көлге сүрмелеген келеді. Бұл табиғаттың сұлулығын сезінбей тек олжа іздейді. Қолындағы қару трагедияның басталуы. Трагедия бір оқ, бір тағдырды өзгертті. Бір аққу құлады, екіншісі жалғыз қалады. Ол айналып ұшады, іздейді, шақырады, бірақ жауап жоқ. Сол сәтте табиғаттың әсемдігі қайғыға айналады. Бұл поэма тек құстар туралы емес. Бұл махаббаттың күші мен адам қатыгездігінің қақтығысы. Бұл табиғатқа жасалған қиянаттың салдары. Ақын бізге сұлулықты сақтау керектігін ескертеді. Шығармадағы оқырманды табиғатты қорғауға, жануарларға мейіріммен қарауға, сұлулықты бағалауға және қатыгездікке қарсы болуға тәрбиелейді. Және қорытындылай келе, бұл жай ғана аққулар туралы оқиға емес. Бұл өмір мен махаббаттың нәзік трагедиясы. Яғни аққудың айырылуы. Ол жүрекке әсер ететін мәңгілік шығарма болып табылады. Маған бұл шығарма ерекше әсер етті. Себебі автор табиғаттың әсемдігін өте көркем жеткізген. Поэманы оқыған кезде тыныштық пен аққулардың сұлулығын көз алдыңа елестете аласың. Сәкен Сейфуллин поэмада тек табиғатты ғана суреттемейді. Ол адам қатыгездігінің табиғатқа қаншалықты зиян келтіретінін көрсетеді. Сонымен жұбынан айырылған аққудың әрекеті поэмадағы ең қайғылы әрі әсерлі сәттердің бірі. Ол арқылы автор адалдық пен шынайы махаббаттың күшін көрсетеді. Және де бұл шығарма оқырманды табиғатты қорғауға, жануарларға мейіріммен қарауға және де сұлулықтың қадірін түсінуге тәрбиелейді. Мен осы поэманы оқуға кеңес беремін, себебі ол адамға терең ой салып, табиғат пен махаббаттың құндылығын сезіндіреді.